Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет әрі дәмді болып шығатын мясо по-французскийдің оригинал рецептісімен бөліскім келіп тұр. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Толық мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Тартылған етімізге дәміне қарай тұз бен қара бұрыш салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тартылған ет болмаса, тауықтың төс етінде пайдалана берсеңіздер болады. Одан кейін арасына жағатын салмасын дайындап алуымыз керек. Ол үшін майонезге қара бұрышты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Майонез болмаса, қаймақта қолдана берсеңіздер болады. Алдын ала пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Кемінде біздің дәл осы мясо по-французскийіміз пеште 1-1,5 сағат шамасында пісіп шығатын болады. Табамызды жақсылап майлап аламыз. Одан кейін осылай дөңгелекше туралған біздің картоптарымызды осылай бәрін біркелкі қылып орнатып шығатын боламыз. Міндетті түрде үстіне тұз сеуіп, одан кейін барып салмасын жағатын боламыз. Біркелкі қылып біз салманың барлығын осылай жағып шығуымыз керек. Одан кейін картоплымыздың үстіне біз тартылған етімізді қоятын боламыз. Тартылған етті тұздамаймыз, себебі біз дәміне қарай алдын ала тұздап қара бұрыш салып алған болатынбыз. Толық тегістеп жайып алатын боламыз. Бір жерінде көп немесе аз болып қалмауы керек. Одан кейін міндетті түрде үстіне салманы жағып шығамыз. Дәл осы біз етіміздің үстіне одан кейін барып пияз бен бұрыштарымызды қойып шығатын боламыз. Өз қалауларыңызша қоя берсеңіздер болады. Мен пияз бен бұрышты ғана пайдаландым. Пияздың үстіне одан кейін қайтадан картоптарымызды салатын боламыз. Картоптарды міндетті түрде тұздап алуды ұмытпаңыздар, себебі тұзды өте көп қажет етеді. Одан кейін барып салманы бір тегіс қылып, әдемі қылып жағып алатын боламыз. Одан кейін біз дәл осы салмамыздың үстіне помидорларымызды турап алатын боламыз. Барлығын осылай біркелкі дөңгелек қылып турап алуымыз қажет. Помидорды осылай орналастырып алғаннан кейін біз үстіне міндетті түрде салмасын жағып, қызып тұрған пешке салатын боламыз. Осылай өзінің керемет суы бөлініп, өте дәмді болып шығады. Пісіп шыққаннан кейін алдын ала біз үткіштен сырымызды өткізіп қоямыз. Осылай бетіне толық сырды сеуіп шығуымыз керек. Өте керемет әрі дәмді болады. Сырды сеуіп болғаннан кейін де біз пешке 5-10 минутқа қайтадан салып алатын боламыз. Сыры толық еруі керек, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де сіздерге өте көптеген тәттілермен, тағамдармен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.